Ассалаумағалейкум достар, міне қазір ғана счетыма 54 мың теңге түсірдім. Бұл 54 мың теңгені қалай тапқанымды айтамын, және сіз де осылай ақша таба аласыздар. Сондықтан достар, бейнероликті соңына дейін көріңіздер, өздеріңіз лайктарыңызды басып кетіңіздер. Қазір сіздерге толықтай көрсетіп түсіндіріп беретін боламын. Бірінші ютубқа өтейік. Сіздерге 2 ай бұрын Дрейс стейкингтан пайда қалай табуға болады деген сияқты бір видеоролик көрсеткем. Осы проект жайлы қазір біз сөйлесіп сіздерге түсіндіріп көрсететін боламын. Өйткені бұл жоба ұзақ мерзімді істейтін жоба, әлі кем дегенде 1 жыл істейтін болады. Сондықтан бұл жақтан сіздерге әлі де мүмкіндік бар табыс табуға. Қазір сіздерге тек қана сөйлемей, бұл жақта қалай тапқанымды, қанша табыс тапқанымды сіздерге қазір көрсетіп беретін боламын. Жақсы. Енді Дрейсға өтейік. Бұл яғни біріншіден айта кетейін, Telegram бот. Одан кейін бұл Дрейс токен өздерінің құны енді, яғни листингтар болды, және де өздерінің Viper'да айтқан, яғни iGaming Pool біз ашамыз, KPI болады, VPN, міне осындайлар қазір сәтте іске қосылды. Сіздер тегін түрде бұл жақта және де VPN қолдана аласыздар, iGaming Pool'да табыс табуға мүмкіндік бар. Оны өздеріңіз кіріп көрсеңіздер болады. Мен бүгін тек қана сіздерге стейкинг жайлы айтқым келіп тұр. Яғни бұл жақта 100% табыс. Ең бірінші достар, бұл жақта стейкингтан табыс табу үшін сіздерге ақша салу керек. Ақшаны салмастан бұрын сіздерге бұл жақта қалай табыс тапқанымды историямды көрсетіп кетейін. Міне мен қазір ғана шешкен 54 мың теңгем, ол 76 тонн, яғни 89 Дрейс токен шештім, оны тонға ауыстырдым. Stonefy арқылы, листинг Stonefy арқылы болды. Stonefy бұл бізде обменник, яғни тон блокчейнда. Сондықтан сіздер тапқан Дрейс токеніңізді бірден өзіңіздің Tonkeeper кошелегіңізді обмен арқылы ауыстырып, оны өзіңіздің кейін биржаңызға шешіп, мысалы Bybit, Binanceға шешесіздер тонды. Одан кейін тонды сіздер долларға ауыстырып, өзіңіздің кәсіпіңізге шешіп аласыздар. Сөйтіп, сіздер бұл криптовалютаны теңгелей ауыстыратын боласыздар. Қазір қараңыздар достар, оның алдында мен дивиденді тапқан табыстарым, мына жақта, қайсынан келейік. Мысалы, 50 Дрейс токен, ол 34 долларға ауыстырдым, 26 доллар Дрейс деп тұр, бізде 508 доллар тапқан екем. Қайсын көрсетейін, мен 35 доллар шығарған екенмін. Осының бәрі Дрейс, яғни стейкинг арқылы тапқан табыстарым. Жалпы жақсы табыс болды. Сәтті орындалды бәрі менде. Мен сосын құйған ақшамды қайтадан шешіп алдым. Мына 54 мың теңгем ол сол ақша еді негізі. Ал дивиденділерді, яғни уже ақшаны алып шығарып, оны қолданып тастаған болармыз деп айтуға болады. Жақсы. Кошелекке өтейік. Енді сіздерге керек, бұл жақта қалай ақша табамыз. Бірінші сіздер осы Tonkeeper кошелегіңізге тон ретінде немесе USDT ретінде ақша салу керексіздер. Негізі USDT ретінде ақша салсаңыздар дұрысырақ болады. Мұны USDT құясыздар. Енді оны қалай құю керектігін бәріңіз білесіздер деп ойлаймын. Ақшаны салғаннан кейін сіздер мына жаққа Дрейсқа өтесіздер. Дрейсқа өткен кезде бұл жақта бірден сіздің привязка жасалады. Яғни бастапқыда кірген кезде сізге тон кошелек арқылы кіру керек болады дейді. Менің привязанный кошелегім Tonkeeper болып тұр. Сондықтан мендегі бәрі связано болып тұр осы Tonkeeperмен. Счетымда қанша ақша бар, мына жақта баланстан көре аламын. Мысалы, менде қазір бәрден 0 тұр, сондықтан 0 көрсетіп тұр. Бізде Дрейс токеніміздің құны, бір Дрейс токеніміз ол $1.45. Енді бұл бір ценаны ұстап тұрмайды, кейбір кезде құлайды, кейбір кезде көтеріледі. Бастапқыда болған кезде 1.21 болған, қазір 45 болып көтерілген екен. Бұл жақсы нәрсе. Сіздерде мысалы доллар бар деге, счеттарыңызда $100 құйып қойыңыздар. Енді P2P торговляға өтесіздер. Бұл жақта сіз Дрейс токен сатып алу керексіздер. Осы жақта купить деген басамын. Мысалы $100 деп жазамыз, $100 деп жазамыз. Сізге 65 Дрейс токен беріледі. Және де комиссияға тон керек болады. Тонда примерно 2 тон құйып қойыңыздар, комиссияға былай жеткілікті. Мысалы 65 Дрейс токен болды сізде, даже 1 тон жетіп отыр. Сізде 65 Дрейс токен ауыстырып алдыңыз дейді. Сізде 65 Дрейс токен нақта бар дейді. Одан кейін сіздер стейкингқа өтесіздер. Бірінші стейкингіміз біз 5 Дрейс токен ғана сала аламыз. Добавить деген басасыздар, сізде стейкинг іске қосылады. Одан кейін барып қалған сумманы қосасыздар. Мысалы 60 Дрейс токен қалды сізде.
добавить дейсіздер, болды. Сіздікі іске қосылатын болады, сіздер табыс тауып жатасыздар. Яғни доходность бұл жақта 15%. Мысалы $100 құйсаңыздар, бір айда $15 табасыздар. Аз салсаңыздар аз табасыздар, көп салсаңыздар көп табасыздар. Бұл логичный нәрсе. $500 салсаңыздар, мысалы келеге $500 салсаңыздар, онда сіздер жоқ дегенде бір $70-80 табасыздар. Жақсы емес па? Сондықтан көріңіздер, бұл жақта ақшаны кез келген уақытта шешіп алсаңыздар болады. Мына жақта забрать деген түймен бар. Мен сол үшін шешіп көрдім бірінші. Өзім тексеріп көз жеткізіп көрейін дедім. Расымен ақшаны шешіп алдым. Бірақ та айта кетейін, көп ақша салып жүрмеңіздер. Сенімді деп, өйткені бұл енді сертификаттарын алды, өздерінің листингтарын шығарды. Бұл ұзаққа істейтін бар, бірақ любой жерде гарантия болмайды. Сондықтан ақша саларда ойланып салыңыздар. Так, забрать деген түймені бассаңыздар, сіздерге 15 күннен кейін ақшаңызды қайтарып беретін болады. 15 күн заморозка болады, сосын 15 күннен ақшаңызды қайтарып береді. Яғни сіз өзіңіз құйған ақшаңызды шешіп аласыз, и плюс дивиденді, яғни тапқан табысыңызды 15%-ыңызды тоже шешіп алатын боласыздар. 15%-ы кез келген уақытта шешесіздер. Любой уақытта, мысалы, зачислить деген түймені басасыздар, одан кейін ой жақта тоже комиссия төлейсіздер. Сондай бір өздерінің нелері бар, комиссия қанды шығып қояды негізі. Бірақ сол комиссияны төлеу арқылы сіздер енді біраз жиналыңыз, бірақ шешіңіздер. Каждый раз копейканы шешіп отырсаңыздар, онда минусқа кетіп қаласыздар. Сондықтан бұл жақта ақшаны жинап, бір-ақ рет қана комиссия төлеп, ақшаны шешіп аласыздар, одан кейін болды. Оны аласыздар дальше там Каспий голдыңызға шешіп алуға жеткізесіздер. Солай арқылы табыс тапсаңыздар болады. Мына жақта төменде тоже көрсетіліп тұр, бәрі жақсы. Енді достар, бұл жақта iGaming арқылы тоже ақша табуға болады негізі. Оны қазір сіздерге айтып көрсетіп кетейін. Плюс реферальный программа арқылы табыс табуға болады. Мына iGaming pool дейді. Давайте кіріп көрейік. Қазір пулымыз, яғни пул дегеніміз не? Сіз мысалы бұл iGaming pool деген, мысалы сіз стейкинг ақша саласыздар. И сіздің араңызға егер көп ақша салған болсаңыз, сіз жоғары тұрасыз список бойынша, и соның арқасында сіз мына жақта берілген пулдың белгілі бір суммасын алатын боласыз. Сол арқылы сіз өзіңіз стейкингіңіз доходын да көбейтесіз, ақшаны көбірек табатын боласыздар. Бұл жақсы нәрсе, жақсы идея, сондықтан мен бұны келісемін. Өзімде тағы да стейк ақша салатын болам. Бұл пулға қатса тек қана счетында 3000 DRS токені бар адамдар. 3000 DRS токеніміз ол $3000 тең. Енді ол кімге қатысты әңгіме, өздеріңіз түсініп отырсыздар. Сондықтан сұрақтарыңыз болса, достар, комментария жазып кетіңіздер, міндетті түрде көмектесетін болам. Осы DRS-ді осы істеген шейін мен бұны алып арсатын болам, яғни ақша салып, шығарып, сөйтіп доход тауып, осы жақта бір пассивный доход ретінде жасайтын боламын. Сондықтан достар, сұрақтарыңыз болса, комментария қойып кетіңіздер. Келесі бейнероликте достар, көріскенше.